Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалайсыздар? Бүгін бізде Idealista Fix трейдингке бастама курсының 6-шы сабағы. Бүгінгі сабақта біз тренд пен структураны түсінеміз, яғни трендті қалай анықтаймыз, структурамен қалай жұмыс істейміз. Осыған тоқтала кетеміз. Яғни бүгінгі сабақта бізде екі тақырып, ол бізде восходящая структура немесе higher high, higher low деген не. Және де нисходящая структура немесе lower high, lower low деген не. Ал енді өзіміздің суретімізге кеттік. Яғни ең алдымен біз трендтің не екенін түсініп алсақ болды. Тренд пен структура ол бізде нарық үнемі қозғалыста болады. Баға белгілі бір бағытта қозғалғанда оны тренд деп айтады. Трендтің негізін структура бағаның жоғары және төмен құрылуы. Трендтің негізі структура. Яғни төменде бізде алдымен өсу тренді көрсетілген, яғни восходящий тренд. Баға екі нәрсені жасайды. Higher high және higher low. Жоғары жақта бізде баға өскен кезде жоғары жақ higher high болады, төмен жақ higher low болады. Higher high, higher low, higher high, higher low және дальше баға өзінің қозғалысын жалғастыруда. Неге? Себебі баға бізде әрқашан коррекция жасау арқылы өседі. Әрқашан. Тура сол сияқты бізде восходящий тренд, өсу тренді болады. Баға әрқашан higher high, higher low жасау арқылы өседі. Higher high алдыңғы ең жоғарғы нүктеден жоғарғы жаңа максимум, яғни алдыңғы ең жоғарғы нүкте осы болса бізде, одан кейін жаңа максимум жасалғанда, баға бізде higher high'да обновление болған кезде жаңа higher high жасалады. Одан кейін higher low алдыңғы ең төменгі нүктеден жоғарғы жаңа минимум. Баға бізде higher high'да обновить еткеннен кейін баға бізде коррекция жасады. Соңғы алдыңғы ең төменгі нүкте, одан кейін баға бізде жоғарғы жаңа минимум жасауда. Міне, яғни higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Осылай баға өзінің қозғалысын жалғастырады. Яғни мысал графикте баға бізде higher high, higher low, higher high, higher low. Каждый раз бізде максимумдар жаңаланып жатыр. Дәл сол сияқты каждый раз бізде минимумдар жаңаланып жатыр. Мұқият мән беріңіздер. Ерекшеліктері: баға жоғары қарай қозғалады. Әр түзету, яғни коррекция соңында жаңа higher low пайда болады. Сатып алушылар быктар немесе бұқалар басын. Ал мынау бізде төмендеу, яғни нисходящий тренд. Баға бізде құлаған кезде. Мұқият мән беріңіздер. Тура сол higher high, higher lowға қарама қарсы. Баға екі нәрсені жасайды, lower high және lower low. Lower high бізде жоғары жақта, lower low бізде төмен жақта. Lower high дегеніміз алдыңғы ең жоғары нүктеден төмен жаңа максимум. Яғни ең жоғары нүкте осы болса, одан кейінгі lower low бізде одан төмен, lower high одан төмен, одан кейін бізде lower high тоже самай төмен, яғни алдыңғы ең жоғарғы нүктеден төмен жаңа максимум. Дәл сол сияқты lower low алдыңғы ең төменгі нүктеден төмен жаңа минимум. Lower low, lower low, lower low. Яғни баға бізде коррекция жасау арқылы полностью шартовый бағытта кетіп бара жатыр. Мысал графикте ол lower low, lower high, одан байқасаңыздар lower low төменде орналасқан, одан кейін lower high тоже самай төменде орналасқан. Яғни өсу трендіне ровно қарама-қарсы. Ерекшеліктері: баға төмен қарай қозғалады, әр коррекция соңында жаңа lower high пайда болады. Сатушылар, аюлар басым. Және де негізгі түсініктерге тоқтала кетейік. Тренд ол бағаның белгілі бір бағытта жалғасып отыруы. Яғни баға бізде белгілі бір бағытта өсіп жатса, соны тренд деп айтады. Структура бағаның жоғары және төмен нүктелерінің ретімен құрылуы. Lower low, lower high. Трендті структура арқылы анықтаймыз. Яғни структура бізге нақты көрсетеді баға қай жаққа ұмтылып бара жатқанын. Егер сіздерде графикте баға бізде тоқтамай стабильно өсіп жатса, значит баға жоғары жақта бір деңгейге ұмтылып бара жатыр. Егер баға бізде стабильно төмен түсіп бара жатса, значит төменде баға бір деңгейге ұмтылып бара жатыр. Оны ликвидность деп айтады. Алдағы уақытта біз ликвидностьқа бөлек сабақта тоқталамыз. Хорошо. Дальше кеттік. Swing high, swing low. Мысалы, структурада swing high, swing low деген понятие бар. Алдағы уақытта біз бөлек сабақта swing high-ға, бөлек сабақ емес, келесі сабақта біз swing high-ға, swing low-ға бөлек тоқталамыз. Но в основном мына higher high, higher low, higher high, higher low-лар
немесе lower low, lower high'лар осы swing high, swing low'мен анықталады. То есть жалғыз свитчар бізде, қалыптасқан жалғыз свитчар ешқашан бізде lower high немесе lower low болмайды. Lower high немесе lower low болмайды. Әрқашан баға бізде 3 свитчадан құралу керек. То есть әрқашан бізде баға 3 свитчадан құралу керек. Мысалы, мынау бізде бірінші свитчар болса, мынау бізде екінші свитчар, мынау бізде үшінші свитчар. Осыны бізде swing low деп айтады. Дәл сол сияқты swing high қарама қарсы. Яғни мына бірінші, екінші, үшінші, екінші свитчар бізде жоғары жақта орналасқан кезде ол бізде swing high болады. Бұл бойынша келесі сабақта бөле анық сурет қалдырып кетемін. Ал қазіргі уақытта өзіміздің сабақты жалғастырайық. То есть swing high, swing low, алдымен бағаның жергілікті жоғары swing high және төменгі swing low нүктелерін анықтаймыз. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Яғни swing high ол бізде жоғары жақта болады, swing low ол бізде төмен жақта болады. Тура сол сияқты. Swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Осылай. Трендті қалай анықтаймыз? Структураны тексеру. Егер баға higher high және higher low жасап отырса, өсу тренді, яғни восходящий тренд. Егер баға lower high және lower low жасап отырса, нисходящий тренд. Үшіншісі ол бізде трендтің жалғасуын бақылау. Тренд бұзылмайынша сол бағыт басым болады. Структура бұзылса, тренд өзгеруі мүмкін. Яғни структура өзгеру дегеніміз не? Қараңыздар, мен сіздерге схематический пример сызып көрсетейін. До этого баға бізде толыққанды лонговый болды, яғни баға коррекция жасау арқылы өсіп келе жатыр. Баға келді, мысалы, мына жақтан бізде ликвидность жинады. Алдағы уақытта біз ликвидностьқа бөлек тоқталамыз. Баға бізде коррекция жасау арқылы соңғы higher high обновление жасап, одан кейін мына жақта бізде higher low бар ғой. Соңғы higher low'ды бұзған кезде бізде слом структура болады. Яғни бізде жаңа higher high пайда болды, бірақ жаңа higher low емес, уже lower low пайда болып кетті. Яғни мына жақта уже бізде lower low. Баға бізде коррекция жасайды, не болады бізде? Lower high болады. Дальше баға бізде түскен кезде жаңа lower low пайда болады. Осыны слом структура деп айтады, немесе break of structure, босс деп белгіленеді smart money'де. Бізде босс деп белгіленеді. Бұл бізде босс деп белгіленеді. Және де осы моментті бізде слом структура деп айтады. Яғни бізде восходящая структура, баға өсіп жатқан структура бұзылды, нисходящийға ауысты. Дальше баға не істейді бізде? Lower low, бізде жаңа lower high. Дальше баға өзінің қозғалысын lower low деген сияқты жалғастырады. Так. И, например, төмен жақта бағаның целі келесі ликвидность болуы мүмкін. Айтып өткенімдей, біз ликвидностьқа басқа сабақта тоқталамыз, ал қазірше сіздер осы структураны түсінсеңіздер болды. Ал енді дальше өзіміздің суретімізге қайтып келейік. Трендтің жалғасуын бақылау. Тренд бұзылды деген осы бізде. Тренд бұзылған кезде бізде структура ауысады. Структура бұзылса, тренд өзгеруі мүмкін. Осыған қатты мән беріңіз. Яғни структураның бұзылғаны бізге восходящий трендтен, баға өсіп жатқан кезден нисходящий трендке алып келді. Так, ондай графикте көп. Алдағы уақытта біз трейдинг вью бойынша бөлек сабаққа тоқталамыз. Сол кезде толыққанды бұның барлығы көрсетіледі. Ал енді трендтің түрлері. Негізгі тренд ол үлкен таймфреймде көрінетін басты тренд. Яғни үлкен таймфрейм ол бізде күндік таймфрейм, апталық таймфрейм, айлық таймфрейм, 3 айлық таймфрейм, жылдық таймфрейм деген сияқты. Яғни өте үлкен таймфрейм. Яғни мысалы мына жерде күндік таймфрейм дегенде бізде бір свитчаның қалыптасуына 1 күн уақыт кетеді. Біз бұл жайлы таймфрейм сабағында өткен болатынбыз. Күндік таймфреймдегі тренд, мысалы, ол сағаттық таймфреймдегі трендтен қарағанда үлкен болады. Мысалы, мына жақта көрсеткем. Яғни күндік таймфреймдегі тренд, мысалы, күндік таймфреймдегі тренд бізде коррекция шығып жатқан кезде, сызып көрсетейін. Мысалы, мынау бізде күндік таймфреймдегі тренд болса, баға бізде өсіп келе жатыр. Баға бізде коррекция жасауда. Мынаны күндік таймфреймдегі трендті елестетіңіздер. Яғни бізде үлкен таймфреймде, күндік таймфреймде баға коррекция жасап жатқан кезде, мына жақта бір сағаттық таймфреймде толыққанды
бізде нисходящий тренд болады, яғни баға бізде толыққанды құлап жатады. Және мына жақта баға бізде күндік таймфреймде өскен кезде, баға өскен кезде сағаттық таймфреймдегі структура бізде толыққанды лонговый болады, яғни баға бізде өседі. Яғни сағаттық таймфреймге қарағанда күндік таймфрейм мықты. 4 сағаттық таймфреймге қарағанда күндік таймфрейм мықты. Дәл сол сияқты мысалы, мынаны біз апталық таймфрейм деп қайттан елестететін болсақ, апталық таймфреймде бізде структура лонговый, бізде баға тек қана коррекция жасады. Тренд ауысқан жоқ. Апталық таймфреймде тренд ауысқан жоқ. Бірақ 4 сағаттық таймфрейм, күндік таймфреймде бізде структура бұзылып кетуі мүмкін, и тренд ауысып кетуі мүмкін да. Біз әлде бұл бойынша мультитаймфреймный анализ деген сабаққа тоқталамыз, яғни нарықты біз живой графикте қалай анализ жасаймыз. Сол кезде мен толыққанды есімнен шығып кетпесе түсіндіремін, бірақ логикасын түсініп алсаңыздар өте оңай. Яғни апталық таймфреймде бізде тек қана коррекция болуы мүмкін, ал тура сол апталық таймфреймде коррекция бізде 4 сағаттық таймфреймде, сағаттық таймфреймде кәдімгідей структураның, яғни трендтің ауысуы болып кетуі мүмкін. Ал дальше баға өзінің қозғалысын жалғастырған кезде, коррекциясын бітіріп, баға бізде структура тағы да ауысады, одан кейін дальше өзінің қозғалысын осы бағытта жалғастырады деген сияқты. Вот так. Бұл өте қарапайым, өте оңай. Қатты бір қиын болды деп ойламаймын. Ал енді дальше өзіміздің суретімізге қайтып келейік, жалғастырайық. Вот. Және қосалқы тренд, ол бізде негізгі тренд ішіндегі кіші қозғалыстар. Вот. Трендке қарсы уақытша қозғалыстар, мысалы 4 сағат, 1 сағат, жаңа айтып өткен сияқты. Күндік таймфреймде толыққанды лонговый болса, баға бізде күндік таймфреймде коррекция жасаған кезде, сағаттық таймфреймде бізде уже нисходящий тренд басталып кетті. Яғни вроде біз әлі лонговыймыз, сағаттық таймфреймде нисходящий тренд басталып кеткен. Және кіші тренд, ол бізде майнер тренд деп аталады. Кішкентай тербелістер, күндізгі қозғалыстар, в основном скальпинг және интрадей трейдингте маңызды. Ол бізде М15, М5, М1. Тура сол сияқты бізде 4 сағаттық структура лонговый болса, коррекция жасаған кезде бізде М5 таймфреймде структура шартовыйға ауысып кетуі мүмкін. Яғни әрқашан үлкен таймфреймнің тренді маңызды, бірақ үлкен таймфрейм мен кіші таймфреймді байланыстыра білу нағыз трейдингтің өнері десе болады. Вот так. Және де тура каждый раз айтқан, өткен сабақта айтылған фрактальность, яғни тарих қайталанады. Ол нарық фракталды. Яғни бірдей структура үлкен таймфреймде де, кіші таймфреймде де қайталанады. Вот мысалы, күндік таймфреймді қарасақ, баға бізде тура сол өсті, коррекция жасады, өсті, коррекция жасады, өсті, коррекция жасады. Тура сол сияқты сағаттық таймфреймде сіз тура сол картинаны көресіз, М5 таймфреймде сіз тура сол картинаны көресіз. Яғни рынок фрактален. Бір үлгі әр масштабта қайталанады. Сондықтан үлкен суретті көріп, кіші таймфреймде кіру нүктесін іздейміз. Яғни үлкен таймфреймді көріп, кіші таймфреймде кіру нүктесін іздейміз. Сделкаға қалай кіреміз. Вот. Ал енді тренд неліктен маңызды? Трендті білу дұрыс шешім қабылдаудың негізі. Мысалы, қараңыздар. Сіздерде мынау М5 таймфреймде елестетіңіздер. Мынау М5 таймфрейм. Сіздерде М5 таймфреймде уже структура бұзылып, слом структура болып, структураға ауысып, баға бізде шартовой кетіп бара жатыр. Хотя на самом деле баға бізде мынандай қозғалыс көрсетуі мүмкін да. Бізде 4 сағаттық таймфрейм былай болуы мүмкін. Тек коррекция жасады, дальше өзінің қозғалысын жалғастыруы мүмкін да. То есть сіздер егер тек қана М5 таймфреймге қарайтын болсаңыздар, бұл ситуацияда қателесесіздер, и осы жақта ақша жоғалтып қоясыздар. Неге? Себебі сіздер мысалы 4 сағаттық таймфреймді қараған жоқсыздар. 4 сағаттық таймфреймді қараған жоқсыздар. Сіздер только М5 таймфреймге мән бердіңіздер, сол үшін ақшадан айырылып қалдыңыздар. А ол сізге керек пе? Конечно, ешкімге ақшадан айырылу керек емес. Сондықтан әрқашан біз үлкен таймфрейм мен кіші таймфреймді байланыстыра білу керекпіз. Әрқашан біз барлық информацияны өзімізбен бірге алып жүру керекпіз. Надеюсь, түсінікті. Яғни сіздер әрқашан трендті дұрыс білу керексіздер. Яғни просто да бір М5, М15 немесе H1, яғни сағаттық таймфреймді ашып, только сол таймфрейммен жұмыс істеуге болмайды. Біз таймфреймдерді әрқашан байланыстыру керекпіз. Және де тренд бағытымен сауда жасау табыс ықтималдылығын арттырады. Яғни баға сізде өсіп жатса, сіз төмен қарай позиция ашып отпайсыз ғой. Намного сіздің шансыңыз көп жақсы сделка ашуға, когда жоғары қарай сделка ашасыз. Және де структураны түсіну, кіру, шығу және тәуекелді басқару жеңілдетеді. Вот. Егер сіз структураны түсінсеңіз, қай жерден кіресіз, қай жерден сделкадан шығасыз, және қаншалықты риск өзіңіздің позицияңызға саласыз,
соны түсінетін боласыз. Вот. Ең негізгі ереже, вот, тренд досың болғанша сонымен бірге жүр. Яғни тренд бізде өсіп жатқан кезде, коррекция жасап өсіп жатқан кезде трендпен бірге сауда жасап, яғни баға өсіп жатыр ма, тек жоғары қарай сделка аш. Вот. Ал вот уже структура бұзылғанда, структура бұзылғанша тренд жалғасады. Яғни структура бұзылмаша сіз тек қана позицияңызды аша бересіз. Уже структура бұзылғаннан кейін сіз астыға қарай мысалы позиция қарастырсаңыз болады. Вот так. Ал енді қорытынды, higher high деген бізде ол higher high higher low деген өсу трендінің белгісі. Lower high lower low деген төмендеу трендінің белгісі. Яғни higher high higher low болған кезде бізде структура лонговый, вот, баға өсіп жатыр. Lower high lower low болған кезде, вот, баға бізде түсіп жатыр. Ал енді структураны дұрыс оқу табысты трейдингтің негізгі кілті. Яғни біз әрқашан трейдингқа келгенде структурамен жұмыс істейміз. Структура өте маңызды дүние. Сондықтан әрқашан структураға қатты мән беріп жұмыс істеңіздер. Бұл өте маңызды. Бүгінгі сабақ өте қарапайым болды. Егер сіздерде сұрақ болса, YouTube-тың комментарийына жазсаңыздар болады, немесе менің телеграмыма жазсаңыздар болады. То есть менің телеграмым ол Қуаныш нөмірі. Осылай. Іздейсіздер, маған жазасыздар, қолымнан келгенше көмектесемін. Надеюсь, сабақ пайдалы болды. Сау болыңыздар.